Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және жаңашыл мұғалім 2017 байқауының ұйымдастырушылары. Менің аты жөнім Ношыбек Жомарт Абаевич. Мен Шалтай Смағұлов атындағы Алматы облыстық дарынды балаларға арналған физика-математикалық мектеп-интернатының физика пәнінің мұғалімімін. Педагогика ғылымдарының магистрімін. Еңбек өтілім 3 жыл. 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші және 11-ші сыныптарға физика пәнінен сабақ беремін. Өзімнің ұстаздық жолында елбасымыз біздің қоғамда адал еңбекті терең біліммен ұштастырған ғана табысқа жетеді дегендей, шәкірттеріме елімізге адал еңбек етіп, терең білім алуға баулып келемін. Заманауи әлемде елдің қуаты ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді. Сол себептен мен жас кезімнен Қазақстан Республикасына адал қызмет ететін, білімді де тәрбиелі, ұрпақ тәрбиелейтін ұстаз болуды мақсат еткенмін. Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің оқу-тәрбие үрдісін жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі. Оқудың озық технологиясын меңгеру мұғалімнің кәсіптік шеберлігіне байланысты. Бұл әрбір ұстазды ойландырып, жаңаша жұмыс істеуге, жаңа ізденістерге жетелейді. Осы орайда Жүсіпбек Аймауытов сабақ беру үйреншікті жай ғана емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер деп айтқанындай, жаңа технологияның қыр-сырын меңгерген мұғалімдер білім сапасын арттыруға барынша үлес қосып, ұрпақты жаңа заманға сай біліммен қаруландыратынына сенемін. Сол себепті мен жаңашыл мұғалім 2017 байқауына қатыстым. Бұл байқаудың мақсаты жаңа бағыттағы ұстаздардың кәсіби шеберлігін шыңдауға, өз білімін көтеруге үйретеді. Әрбір жаңашыл ұстаз ақпараттық технологияның ғылыми-теориялық негізін меңгеріп, жұмысында қолдануға тырысу керек. Сол жаңа оқытудың жаңа әдістерін, яғни ақпараттық коммуникациялық технологияларды толық меңгерген педагог қана білім алушының сапалы білім алуына мүмкіндік жасайды.